Сәлем достар, баршаңызға қалдарыңыз қалай? Бүгін үй жағдайында тұшпара дайындаймыз. Орысша пельмени. Бізге керегі су, ұнды осындай стаканмен өлшейтін боламыз. 1 шай қасық тұз, жұмыртқа, тартылған ет, менде жылқының еті, және де 2 бас пияз, қара бұрыш, сұйық май қажет болады. Енді ұнымызды өлшеп саламыз. Стақанмен мен мұнда шамамен 6,5-7 стакан ұн саламын. Менде енді отбасым үлкен болғандықтан бірден үлкен порция жасаймын. Енді суымызға тұзымызды, сұйық майымызды бірден қосып, кішкене ғана бір жұмыртқамызды жарып, жұмыртқамызды қолымызбен суға езіп жіберіп, барлығы суға жайылу үшін қамыр илей бастаймыз. Қамырымыздың басын біріктіреміз, қыздар, және де сондай қатты қамыр емес, сондай жұмсақ та қамыр емес, орташа қаттылықтағы қамыр илеп шығатын боламыз. Нанымызды илеп болдық. Енді пищевой пленкамен бетін жауып, 20 минутқа тындыруға қоямыз. Арасында нанымызды басуды ұмытпаймыз, қыздар. Ендігі салмамызға кірсеміз, бізге керегі фарш, пияз, қара бұрыш, тұз, сұйық май және де су қосамыз фарштың ішіне для сочности. Енді осылай пиязды жұқалап турап аламыз да, майдалап, міне осылай, қыздар, тураймыз. Қатты үлкен қылудың керек жоқ, пиязды майдалап тураймыз. Үйде блендерларыңыз болса, блендердан кішкене ғана өткізу керек. Қатты сұйық қылдырып, каша қылдырып жібермеңіздер, қыздар. Салмамызға бұрышы, сұйық майын, тұзын салдық. Енді суын құйып, жақсылап қолымызбен араластырамыз. Фарштың барлық жеріне тұзы да, бұрышы да тиюі қажет. Мінекей, қыздар, фаршымыз да дайын болды. Фаршымыз өте сочный болып шығады. Енді нанымызды бөліп, жақсылап иін қандыру үшін 2-ге бөліп, жақсылап басып, нанымызды тағы да 5 минуттай тындыруға қоямыз. Міне, қыздар, қамырымыз дайын болды, салмасы дайын болды. Енді тұшпара түйеге кірісеміз. Сіздерде енді біреу нанды жайып жасау мүмкін. Біз осылай үйде 2 адам болғандықтан осылай кесіп, нанды ұнға аунатып, кішкентай бөлшектерге бөліп, оны тез-тез жайып, бірден тұшпара түйеге кірісеміз. Бізде енді орташа қамырды жақсы көреді. Жейілген кезде қамырдың дәмі сезіліп керек деп үйдегілер осылай жасап үйреткен бізге. Сіздер енді өз қалауларыңыз бойынша бұл қамыр универсальны болғандықтан жайып жасасаңыздар да болады. 4 бұрыштап кесіп, немесе лапшарескадан өткізіп, жаңағыдай стақанмен болсын, әркімнің өзінің варианттары бар ғой. Кесіп бірден
салмасын салып жесеңіздер болады. Міне біз осылай орташа қамыр жақсы көреміз. Енді салмасын толтырып саламыз қыздар, және де осылай жан-жағын әдемілеп жауып, осындай сүйкімді тұшпаралар жасаймыз. Мінекей қыздар, тұшпарамыз дайын болды. Қараңыздар, қандай әдемі болып шықты. Енді сіздерге лайфхак. Бізде үйде пісіру үшін мысалы немесе ет асамыз, немесе кішкене осылай тауықтың 2-3 бұттарын салып, аяқтарын салып, сорпа қылдырып пісіріп аламыз. Кейде бір қазы салуымыз мүмкін, немесе бір кусок таза ет салуымыз мүмкін. Осылай тап-таза сорпасына әдемі болып шығады. Дәмі қыздар, жасап көріңіздер. Құр қара суға пісіргенше осындай дәмді сорпаға салып пісіреміз. Кішкене татымына қарай тұз саламыз. 3-4 минут қайнатамыз. Мінекей езілмейтін әдемі дәмді тұшпаралар дайын болды. Менің каналыма достар тіркеліп, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Жақындарыңызды қуантып, әдемі тамақ дайындаңыздар. Мінекей достар, біздің тұшпарамыз дайын болды. Барлықтарыңызға ас болсын. Келесі видеода кездескенше сау болыңыздар.